Чихо көзге қораш, өмірі бір сарында өтіп жатқан қарапайым жігіт. Оның әр күні бір-бірінен аумайды. Ұйқыдан тұрады, дайын тамақ сатып алады да жұмысына тартады. Ол зиянды тіске басарлар шығаратын компанияда дәмдеуіштерді реттейтін маман. Бірде Чихоны телебағдарламаға шақырып, мұндай өнімдердің адам денсаулығына қалай әсер ететінін айтып беруді сұрайды. Қолына дайын мәтін ұстатқанмен, жігіт қағаздағы өтірікті емес, ішіндегі шындықты жайып салады. Ертеңіне компания басшылығы шұғыл жиын өткізеді. Чихоның тіске басарлар денсаулыққа зиян деген сөзі кәсіпорынның беделіне үлкен соққы болды деді. Директорлар кеңесі оны жұмыстан қууды талап еткенмен, компания қожайыны араша түседі. Ол жігіттің ешкімге зиян тигізгісі келмегенін түсінеді. Мұндай адал қызметкерлерді бағалау керек. Оған жай ғана демалыс беріп, тұнықтырып алайық деп шешеді. Дегенмен сәтсіз сұхбат Чихоның басындағы жалғыз мәселе емес еді. Оған ең үлкен бас ауруын тудыратын адам туған ағасы Сайоко. Ол түрмеден жаңа ғана босап шыққан, ал Чихо оған ішімдік пен құмар ойындар үшін тағы да ақша беруге мәжбүр. Дәл осы уақытта қаланың екінші шетінде жалғыз басты ана Ильон банкке жұмысқа орналасуға тырысып жүреді. Оның дәл осы банкте жабылмаған несиесі болғандықтан, оны жұмысқа алғылары келмейді. Бірақ пысық келіншек заңдағы үй шаруасындағы әйелдерге қатысты бір шикілікті тауып алады да, басшылыққа оны жұмысқа алудан басқа амал қалмайды. Чихоны демалысқа шығарып салар алдында бастығы оған ішіне түрлі дәмдеуіш шөптер салынған қорап сыйлайды. Жігіт оның ішін ашып та қарамастан ағасына бере салады. Ал қораптың түбінде қомақты ақшалай сыйақы жатыр еді. Әрине, Сайоко бұл ақшаны көрген бойда дүрілдетіп кеш ұйымдастырып, соңғы тиынына дейін шашып бастайды. Сол күні Ильон банк атынан Сайокоға қоңырау шалып, несиесін төлеуді талап етеді. Ал Сайоко баяғы әдетімен інісіне хабарласып, қайтадан темір торға қамалмас үшін осы мәселені шешіп беруді жалынады. Чихо банкте өз кезегін күтіп отырғанда, дәліздің ортасында бір у-шу басталады. Қарызгерлердің бірі аузына келгенін айтып, боқтық сөздермен айғайға басады. Жанында тұрған кішкентай қызды байқап қалған Чихо оған қызық бір ойын ұсынады. Жаман сөздерді естіп, қорқып қалмас үшін құлағын жауып алуды сұрайды. Ильон өз орнынан жігіттің баламен қалай тіл табысқанын байқап, оның мейірімділігіне тәнті болады. Ал бір минуттан соң Чихо оны тіпті таңғалдырады. Өз кезегі келгенде, ол ағасының қарызын ойланбастан толық өтеп тастайды. Ильон клиенттің құжаттарына көз жібертіп, оның әлі бойдағы екенін білген соң, бұл мүмкіндікті жібермеуге бел буады. Ол жігітпен құшақтасып, назарын аударуға тырысады. Бірақ аңқау Чихо әйелдің не тұспалдап тұрғанын түсінетіндей тәжірибелі емес еді. Оның орнына ол банкте ұзақ күтіп қалған үшін көлік тұрағының ақшасын өтеп беруді сұрайды. Ильон беріле қоймайды. Ол тұрақ билетін беру үшін жігіттің артынан қуып жетеді. Бірақ баспалдақтан сүрініп, төмен қарай ұшып бара жатқанда, Чихо оны қағып алудың орнына шетке шығып, тас еденге гүрс етіп құлауына жол береді. Абырой болғанда оның қызды ауруханаға апаруға ақыл жетеді. Әйелді арқасына салып алып, бүкіл қаланы кесіп өтіп жүгіреді. Бірақ жол ортасында өзді есінен танып құлап, жедел жәрдем енді екеуін де құтқаруға мәжбүр болады. Ауруханада Ильонның аса қатты жарақаттанбағаны, ал Чихоның денсаулығында үлкен кінәрат бар екені анықталады. Құрамында натрий глутаматы тұнып зиянды тіске басарларда тоқтаусыз жей бергендіктен, жігіттің ағзасы әбден титықтаған. Бірақ бұл жағдай келіншекті шошытпайды. Ол Чихоны жақынырақ тақану үшін түскі асқа шақырады. Кезекті дәрігер қабылдауы көңіл көншітпейді. Чихоның денсаулығы күрт нашарлап барады. Егер зиянды тамақты доғармаса, өмірмен қоштасуы да мүмкін. Қатты қорыққан жігіт ағасына қоңырау шалады. Бірақ Сайоко қолдау көрсетудің орнына екеуінде асырап отырған жұмысын тастамауды талап етеді. Ауруханадан қайтып келе жатып, Чихо Ильонның ем қақысын төлеу үшін өзінен ақша алғанын еске түсіріп, қарызын сұрауға хабарласады. Жігіттің даусын естіген Ильон сасып қалмайды. Ол қарызын міндетті түрде қайтаратын, бірақ ол үшін кездесіп, дәнді тамақпен сыйлағысы келетінін айтады. Чихо келіседі, десе де өзін өте ыңғайсыз сезінеді. Ол бұрын соңды әйелдермен араласып көрмеген. Оның үстіне біреудің үйіне қонаққа бару ол үшін мүлде таңсық дүние. Тіпті Ильонның өз қолымен жасаған үй тамағы да оған нағыз жаңалық болып, бұл дәмге тәбеті ашылған сонша, күн сайын осылай тамақтандыруын өтінеді. Бірнеше күн өтіп, екеуі бір-біріне бауыр баса бастайды. Чихо құрбысына көлік жүргізуді үйретеді. Екеуі дүкен аралайды, кино көреді, қалжыңдасады. Жігіт фастфудтан бас тартып, салауатты өмір салтына көшеді. Бірақ демалыс аяқталып, жұмысқа оралғанда, әріптестері оның өмірінде біреудің пайда болғанын бірден байқайды. Достарының бірі оған: "Түрім онша келісті болмаса да, ең құрмаса қалжыңбас, көңілді болуға тырыс", деп ақыл қосады. Чихо сол күні-ақ бұл кеңесті іске асырмақ болады. Ол Ильонға арнап викторина ұйымдастырып, тіпті ересектерге арналған тақырыптарды да қозғайды. Бірақ бұл оның аузынан өте күлкілі әрі олақ естіледі. Соған қарамастан Ильон оны өзінен итермейді. Ол алда демалыс екенін айтып, кездесуге шақырса жақсы болар еді деп тұспалдайды. Алайда біздің аңғал жігіт әңгіме ауанын басқа жаққа бұрып әкетеді.
Ақыры шыдамы таусылған Ильон бәрін өз қолына алып, жігітті өзі кездесуге шақырады. Бұл күн керемет өтеді. Қос ғашық жағажайда серуендеп, бір-бірінің жанында рахатқа бөленеді. Ильон алғаш рет оның қолынан ұстайды. Тамаша кештің соңы ашық аспан астындағы кинотеатрда жалғасады. Келіншек тағы да бастама көтеріп, жігітті таңғалдырмақ оймен ерінен сүйеді. Жоспар іске асады. Чихоның қатты әсерленгені соншалық, бұл оның шалбарынан анық байқалып қалады. Ұялғанымен қобалжығаннан жігіт көріптен секіріп түсіп, қаша жөнеледі. Ильон оны қуып жетіп, мұның ешқандай ерсілігі жоқ, табиғи құбылыс екенін түсіндіреді. Үйіне оралған Чихо іште отырған ағасын көреді. Саяоко інісінің біреумен кездесіп жүргенін баяғыда-ақ сезіп қойған. Ертеңіне ол Ильонмен кездесіп, оған бар шындықты жайып салады. 10 жасында Чихо жол апатына ұшырап, содан бері оның ақыл ойының дамуында кінәрат қалған екен. Саяоко Ильонды ініммен тек ақшасы үшін жүрсін деп айыптап, оның ізінен қалуын талап етеді. Жаны жараланған Ильон амалсыздан келіседі. Жігітті қатты сағынса да, оның қоңырауларына жауап беруді доғарады. Оның көңілсіз жүргенін бөлім басшысы байқап қалады. Осы сәтті пайдаланбақ болған ол, келіншекті кешкі асқа шақырып, тиісе бастайды. Ильон намыссыз бастыққа қатаң тойтарыс беріп, үйіне қайтуға мәжбүр болады. Ал есік алдында оны Чихо күтіп тұр еді. Ол ағасымен болған әңгімені жасырып қалады. Тек баламмен саған жүк болғым келмейді деп сылтауратады. Бірақ Чихо оның өткен өмірі өзі үшін еш маңызды еместігін айтып, көндірдіруге тырысады. Ол үшін Ильон ең керемет жан, және оны ешқашан жоғалтқысы келмейді. Әңгіме үстінде Чихоның асқазаны қайтадан бүре бастайды. Ол мына жұмыстың түбіне жететінін, ал айналасындағыларға бәрібір екенін түсінеді. Басшылыққа да, туған ағасына да, оның ағзасын улап жатқан химиялық қоспалар мүлде қызық емес. Тек Ильон ғана оның денсаулығына алаңдап, жұмыстан шығуын жалына сұрайды. Компаниядағылар бұл жуас әрі момын жігіттің жұмыстан шығуға өздігінен ешқашан батылы бармайтынын, оған біреудің ықпал етіп жүргенін бірден сезеді. Компания директоры бұған араласуға міндеттімін деп шешеді. Тіпті екеуінің қатынасын бұзуға тура келсе де, мұндай мықты маманнан айырылғысы жоқ. Саяоко да інісінің қыз тапқанына мәз емес еді. Өйткені Чихо бар ақшасын кездесулерге жұмсап, ағасына көк тиын да бермейтін болған. Миын сәл іске қосқан Саяоко қулық ойлап табады. Ол өз қызын Чихоны еріктіріп, қатынастарын бұзу үшін жібереді. Сөйтіп ғашықтардың соңына бірден 3 көлік аңдиды. Компания директоры, Саяоконың қызы, қызын көргісі келіп жүрген Ильонның бұрынғы күйеуі. Бірақ күйеуі кенеттен жол апатына ұшырап, кедергі жасап үлгермейді. Ал қалған екеуі жоспарды соңына дейін жеткізбек болады. Директор олардың үстеріне келіп отырып, Ильонға сөз сала бастайды. Алайда пысық келіншек мына бетбақты үркіту үшін әдейілеп, дауыстап, жел шығарып жібереді. Саяоконың қызы да тапсырманы орындай алмайды. Сөйтсе ол, мен Ильон баяғыда жан досы болған екен. Құрбысын көргенде ол не үшін келгенін мүлде ұмытып кетеді. Ақырында төртеуі тамаша кеш өткізеді. Кафеден шығып барға, одан соң караокеге барады. Тек түн жарымында ғана Чихо құрбысын үйіне шығарып салады. Ильон бірнеше рет үйде жалғыз екенін тұспалдап айтқанмен, жігіт бәрібір түсінбеген соң, ашығын айтып, қонып шығуға шақыруға тура келеді. Қатты ұялған Чихо келіседі. Бірақ алдымен дүкеннен тіске басар алып келейін деп шығып кетеді. Сол аралықта жігіт дәріханаға кіріп қобалжуды басатын дәрі алып, тауық сатушыны үйіне дейін апарып тастап, жинаған купондарына сыра сатып алып, әбден кешігіп барып оралады. Міне, енді бәрі ойдағыдай болатындай көрінгенмен, Ильонға қызының әкесі қайтыс болған туралы қаралы хабар келеді. Кішкентай қызды жалғыз қалдырмас үшін екеуі бірден жерлеу рәсімі өтетін залға асығады. Чихо құрбысының қызымен алғашқы кездесуі дәл осылай өтеді деп еш ойламаған еді. Дегенмен пысық қыз осы сәтті пайдаланып, мына бейтаныс ер адамның анасын ренжітпеуін қадағалап, есебін алып үлгереді. Дәл осы кезде кафеге жоспары іске аспай қалғанына ыза болған Саяоко кіріп келеді. Ол інісіне жұдырғыла ұмтылғанда Ильон араша түседі. Аяғы үлкен төбелеске басады. Ильон мұның бәрі өзіне арналмағанын түсінеді. Ол Чиходан енді қайтып келмеуін сұрайды. Біздің отбасыларымыз бізге ешқашан бақытты болуға жол бермейді деп көз жасына ерік береді. Екеуі де қатты қиналады. Чихо тіпті жан азабын басатын дәрі іздеп дәріханаға барады. Бірақ фармацевт оған тек бір ғана нәрсе көмектесе алатынын түсіндіреді. Сол сәтте жігіт құрбысының үйіне қарай тұра жүгіреді. Өмірінде бірінші рет ол өзін нағыз ересек әрі жауапты ер азамат ретінде ұстап, Ильонға сезімін ашық айтады. Қандай жағдай болмасын, қасында болғысы келетінін жеткізеді. Алайда оның қуанышы ұзаққа бармайды. Үйіне оралса, тағы да сол ағасы отыр. Бірақ бұл жолы Чихо оған бағынғысы келмейді. Ол Саяокоға шындықты бетіне басады. Ильон оның ақшасына мұқтаж емес. Қайта Саяоконың өзі ақшасыз қалғанда ғана інісін іздеп келеді. Ағайындылардың ұрысы өткен күннің естеліктеріне ұласады.
әкелері бір, аналар бөлек болса да, екеуі өте тату өскен. Чихоның анасы екі баланы бөлмей бірдей мейірім төгіп өсіреді. Бірақ бірде Сайоко өзінің туған анасы туралы шындықты біліп қойып, мінезі күрт өзгереді. Ол үйден қашып кетіп, бұзақылар тобына қосылады. Чихоның анасы кішкентай ұлын көтеріп алып, неше апта бойы қашқынды іздеумен болады. Бір күні ол Сайоконы тауып талғанда еді, бірақ тағдыр қатыгездік танытады. Анасы кішкентай Чихоны келе жатқан жүк көлігінен денесімен қалқалап қалып, өзі қаза табады. Жігіттің бет әлпетіндегі ақаулар мен дамуындағы тежеліс сол жол апатының салдары еді. Ең сұмдығы, ол анасынан айырылып, бұл жалғандағы жалғыз жанашыры тек Сайоко болып қала берді. Сайоко інісін әрдайым жақсы көретін, оны барынша қорғауға тырысатын. Бірақ ол өз өмір салтын өзгерте алмады. Қылмыстық әлем оның үйіне айналды. Інісімен болған бұл ұрыс Сайоконың жанына қатты батқаны сонша, ол өте сорақы қадамға барады. Көшеде кішкентай Чинджуді аңдып жүріп, шешесіне сол арқылы қысым көрсетпек болады. Үйге басып кірген ол қызға тап береді, бірақ кішкентай қыздың оған қарсы тұра алатынын күтпеген еді. Дәл осы кезде үйдің жанында жүрген Чихо мен Ильон айғайды естіп, көмекке тұра жүгіреді. Шындап келгенде Чинджуге көмек қажет емес еді. Ал Сайоко кішкентай қыздан да сорлы туысының проблемаларын шешуден әбден шаршаған інісінен де оңбай таяқ жейді. Келесі күні Чихо тағы бір маңызды шешім қабылдайды. Ол жұмыстан бір жола шығады. Бірақ одан өмірі жақсарып кетпейді. Ол қайтадан зиянды тамақтарға үйір болып, ішімдікке салынады. Түнімен көз іле алмайды. Кейде далаға шығып бірнеше сағат бойы мақсатсыз жүгіре береді. Бірақ бұл да жан азабын жеңілдетпейді. Ильонмен тек бір рет қана көрседі. Олардың жанарларынан бір-біріне деген махаббат оты әлі де сөнбегенін байқау қиын емес еді. Алайда, үзуге келмейтін туыстық байланыстар оларға бірге болуға және бақытты сезінуге мүмкіндік бермеді. Бірде бұрынғы әріптесін кездестірген Чихо телебағдарламаға тағы да шақырту алады. Бұл жолы ол фастфудтың зияны туралы сөйлеу керек, және бұл жолы оған ешкім кедергі жасай алмайтын еді. Мұны естіген компания директоры да оны қолдайды. Ол жігіттен барынша шынайы болуын, ішіндегісін ақтарып айтуын сұрайды. Чихо бұрынғы бастығының ақылына құлақ асады. Ол тіске басарлар мен басқа да зиянды тамақтарды шектен тыс жемеу керектігін айтады. Оны сирек жегеннен ешкім өліп қалмайды, бірақ толыққанды тамақтың орнына алмастыруға болмайды дейді. Бірақ Чихоның эфир арқылы ең басты айтқысы келгені Ильонға деген шексіз махаббат еді. Ол шын жүректен оның қайтып оралуын және екеуінің қатынасына тағы бір мүмкіндік беруін өтінеді. Осы сөздерді естіген Сайоко өзінің қандай үлкен қателік жасағанын түсінеді. Ол Чинджуді тауып алады да болған оқиға үшін кешірім сұрайды. Ол кішкентай қыздан амасының Чихоға қайтып оралуына рұқсат беруін жалынады, өйткені олар бірге ғана бақытты бола алады ғой. Оқиғаның соңы әрине ғашықтардың арманының орындалуымен аяқталады. Олар жол ортасында кездесіп, енді ешқашан ажырамайтындарын түсінеді. Осы жерден фильм де аяқталады. Егер осындай видеоларды жиі көргіңіз келсе, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған кино айтушы.